Барлығыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта өмірде қолданылатын 4 идиоманы үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Бірінші идиома break the ice. Тура аударып көріңіз. Өте дұрыс. Тура мағынасында мұзды сындыру деп түсінеміз. Бірақ бұл идиома мына мағынаны білдіреді. To make people who haven't met before feel relaxed with each other, often by starting a conversation. Бұл идиома таныс емес адамдардың арасына қарым-қатынас орнату үшін және жақындастыру үшін қолданылады. Яғни, арадағы кедергіні бұзып, қарым-қатынасты орнату, жақындасу деп есте сақтасақ болады. Мысалы, сіз бір-бірін бұрын-соңды көрмеген екі адамды таныстырып жатырсыз делік. Таныстыру барысында сіз бір әңгіме бастайсыз. Осы кезде break the ice идиомасын қолдансаңыз болады. Мысалға назар аударайық. He told a joke to break the ice at the beginning of the meeting. Ол кездесудің басында адамдарды жақындастыру үшін әзіл айтты деп түсінсек болады. Келесі идиома under the weather. Тура аударып көріңіз. Өте дұрыс. Ауа райы астында деп аударамыз. Негізгі мағынасы to feel ill or unwell. Яғни, өзін жаман сезіну деп түсінеміз. Мысалға назар аударайық. I won't be able to come to work today. I'm feeling under the weather. Бұл сөйлемді мен бүгін жұмысқа бара алмаймын. Мен өзімді жаман сезініп тұрмын, немесе ауырып тұрмын деп түсінсек болады. Келесі идиома a piece of cake. Тура аударып көріңіз. Өте дұрыс. Торттың бөлігі деген мағынаны білдіреді. Ал енді негізгі мағынасына назар аударайық. Something that is very easy to do. Яғни, өте оңай деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. The math test was a piece of cake. I finished it in 10 minutes. Бұл сөйлем былай аударылады. Математикалық тест өте оңай болды. Мен оны 10 минутта аяқтадым. Келесі қызық идиома when pigs fly. Тура аударып көріңіз. Өте дұрыс. Шошқа немесе доңыз ұшқанда деп аударамыз. Бірақ негізгі мағынасы мынадай. Something that will never happen. Яғни, ешқашан болмайтын, орын алмайтын нәрсені немесе оқиғаны айтқанда қолданылады. Мысалға назар аударайық. He will apologize to you when pigs fly. Яғни, бұл сөйлемнің мағынасын былай түсінсек болады. Ол сенен ешқашан кешірім сұрамайды. Осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі ақпараттар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео сабақ ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер қандай да бір ойыңыз болса, немесе түсінбеген ақпараттар болса, комментарий бөліміне жазып сұрасаңыз болады. Ал қазірше сау болыңыздар.